Бәріңізге сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай өте дәмді шие қосылған бәлішті қалай жасайтынын көрсететін боламын. Ең алдымен сүтпен ерітілген сары майды араластырамыз. Содан соң оған құмшекер мен 2 жұмыртқа саламыз. Ашытқымызды қосып араластырамыз. Және кішкене тұз бен ванилин қосамыз. Ұн қосып, қамырымызды араластырамыз. Содан соң қамырымыз жұмсақ болу үшін 2 қасық пісте май қосамыз. Қамырымызды орап, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болған соң оны 2-ге бөлеміз. Бәлішіміздің астыңғы қамырын жайып аламыз. Содан соң шиемізді салып, шиенің үстінен картоп крахмалы мен құмшекерді себеміз. Қалған қамырды үстінен жауып, өз қалауыңызша бәлішті сәндейсіз. Содан соң жұмыртқа мен сүтті араластырып, қамырдың бетіне жағамыз. Кейін көбірек күнжіт себеміз. Содан соң қамырдың беті көтерілу үшін жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Және 180 градустық пешке саламыз. Бәлішіміз 40 минутта дайын болады. Мінекей шие қосылған бәлішіміз дайын болды. Іші де өте жұмсақ болды, өте дәмді. Сіздерге қатты ұнайды деген ойдамын.